Арапа күні бұл көне заманнан келе жатқан мұсылман мерекесі. Бұл күн мұсылман күнтізбесінің 12 айының 9 жұлдызына түседі. Яғни Арапа күні Зүл-Хижжа айының 9 жұлдызында Құрбан айттан бір күн бұрын болады. Арапа күні Рамазан айынан кейін 70 күн өткен соң аталып өтеді. Арапа күллі мұсылман жұртының мейрамы, Құрбан айттың алдындағы күн. Яғни 2024 жылы Арапа күні 16 маусымға тура келіп тұр. Ал 17 маусым қасиетті Құрбан айттың алғашқы күні. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Арапа күні жасалған ізгі амалдардың сауабы мол. Мұхаммед пайғамбар Арапа күнін құрметтеңдер. Өйткені Арапа Алла қадірлі еткен күн деген екен. Арапа күні Алладан жасаған күнә қателіктеріміз үшін көбірек кешірім тілеп, тәубе етіп, дұға қылған дұрыс. Өсек өтірік, ғайбат сөз, харам дүниелерден тыйылған абзал. Бұған қоса мұқтаждарға қол ұшын созып, ауру сырқаудың көңілін сұрап, ағайын туыс, көрші қолаңмен татуласып, өкпе ренішті ұмыту арқылы да мол сауапқа кенелуге болады. Сонымен қатар Арапа күні әр шаңырақта ұлық мейрам Құрбан айтқа әзірлік басталады. Бауырсақ, шелпек пісіріп, дәмді тағамдар әзірленеді. Мол дастархан жайылып, қонақ күтуге дайындалады. Үйдің іші сыртын тазалап, ретке келтіреді. Адамдар әдемі, жаңа киімдерін киіп, Құрбан айттың келгеніне ерекше шаттанып қуанады. Пайғамбарымыз Арапа артықшылығы мол күн. Ол артықшылығы жағынан қасиетті жұма күніне ұқсас. Ол жұмадан басқа күні жасалған 70 қажылықтан артық. Дұғалардың ең жақсысы да Арапа күні жасалған дұға деген. Бұдан бөлек Арапа күні таң намазынан бастап Құрбан айттың 4-ші күні екінті намазына дейінгі 23 намазда барлық адам парыз намаздардан кейін сәлем бере сала Аллахумма әнтә сәлам дұғасын оқымай тұрып, уәжіп болған тәшриф тәкбір дұғасын оқуы керек. Әйелдер дауысын шығармай ішінен оқиды. Парыз намаздарынан басқа айт және жұма намаздарынан кейін де оқылады. Тәшриф тәкбірі Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, ла илаха иллаллаху, валлаху әкбар, Аллаху әкбар, уә лиллахил хамд деп оқылады. Кейбір ғалымдар Арапа күні Ықылас сүресін барынша көп, тіпті 1000 рет оқудың артықшылығы туралы айтқан. Арапа күні ораза ұстау, сүннет қасиетті күні орындалатын ең ізгі амал саналады. Хадистерде Арапа күні ораза тұтудың сауабы мол және күнәларымыз кешірілетіні жайлы айтылған. Сол себепті қажылыққа бармаған әрбір мұсылман Арапа күні ораза ұстап, нәпіл намаздар оқып, Алладан дұға тілеген абзал. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Арапа күні ораза тұтушыға адам пайғамбардан, яғни алғашқы адамнан қиямет сырнайы үрленгенге дейін өмір сүрген бүкіл адамдар санының 2 есесіндей сауап жазылады деген. Арапа күні ораза тұтқан адамдардың 2 жылдық күнәлары кешіріледі. Бірі өткен жылғы, екіншісі келер жылдың күнәлары, яғни осы күні тұтылған ораза өткен және келер жылда жасалатын тәубелердің қабыл болуына себепші болады. Арапа оразасының уақытын күнделікті намаз кестесінен қарауға болады. Таң намазы кірген уақыт, ауыз бекіту уақыты. Сәресіні таң намазына 10 минут қалғанда аяқтаған абзал. Ал ақшам намазының кіруімен ауыз ашу уақыты басталады. Ауыз ашқанда сумен немесе құрмамен ашып, қазақшалап тілек дұғасын жасайсыз. Арапа сөзі араб тіліндегі білу, түсіну деген мағынаға саятын, ярафа етістігінен шыққан. Зүл-Хиджа айының 9 жұлдызына сәйкес келеді. Ислам тарихына үңілсек, Зүл-Хиджа айының 8 күні Ибрахим пайғамбар түсінде баласы Исмайылды құрбандыққа шалып жатқанын көреді. Әуелде бұған аса мән бере қоймайды. Көрген түсін жай түс болар деп ойлайды. Алайда ертесіне дәл сол түсті тағы көреді. Осыдан кейін көрген түсін жай емес, Алладан келген аян екенін анық біледі. Міне осы себепті Зүл-Хиджа айының 8-нен 9-на қараған уақыт Арапа күні деп аталған. Қарияларымыз кейде оны Қарапа күні деп те атайды. Арапа күні мүбәрәк болып, елімізден, үйлерімізден бақ береке етпесін. Жаратушы Жаббар иеміз Арапа күнгі жасайтын ізгі амалдарымызды сауаптан жазғай.